істей сақ өткізе беріңіз. Аха, Бәрі жібердім. не саймыз. Жібере береміз онда, давай, жақсы. Орыс группасында 45 адам отырды кеше. Мен білмеймін, бұл ақпараттарды біз қымбат, өзім сатсам, бұлар қымбат. Неге тегін десе адамдар бұны бағаламайтын, мен түсінбеймін, бар ғой, честное слово. Бұл ақпараттың бәрі қымбат, кәдімгідей басқа нелерге барса сатып алатын ақпаратта. Неге адамдар бағаламай кірмей отқандарын түсінбеймін, потому что біз бұның несін жібереміз, видеоның ссылкасын көріп алады. Егер де совсем аз бола беретін болса, онда біз қазақ группасында, білмеймін, енді 3-ші сабақ па, аз қалды, обал болады, 3, 4, 5 өткізу керек боламыз до конца. Но таныстарыңыз болса, оқып отқан бәріне кіріңіздер деп айтуларыңызды сұраймын, жақсы ма? Айтып жатыр, бірақ адамдар деген шынымды айтсам, несиемен жүргенді ұнататын сияқты. Сол зона комфорттармен. Так, енді сабақты бастаймыз. Біз өткен жолы сіздер сабақтардан біз бірінші сабақта тренердің рөлі, тұлғасы туралы айттық, ересектер қалай үйренеді, иә. Енді бүгінгі күні біз тренингті жобалауды үйренеміз. Өткен жолғы сабақтардан таксономия Блума дегеннен не хабарларыңыз бар? Не білесіздер, айтыңыздаршы. Таксономия Блума дегенді енді мен қаржылық жағында емес, мектепте қолданамыз. 7 деңгейден тұрады. Айтып жүрсеңіз. Енді біз ең бірінші қарапайымнан бастаймыз ғой, бірінші теорияны меңгереміз, оны практикада қолданамыз. Осылай күрделене береді. Ең соңында, яғни ең жоғарғысында жаңағы ең бірінші алған теорияны өмірде қолдану керек оқушылар бізде. Солай үйрету. Енді бұл жалпы тренерлардың принциптер ғой, оны әр салаға қолдануға болады. Любой сабаққа қолданса болады, математикаға да, қаржылық сауаттылыққа да. Менің мынау темам полностью, мысалы, осы формат бойынша жасалған, иә. Ең бірінші жаңағы есте сақтау. Біз теорияны үйренбей практикаға көше алмаймыз. Сол себептен басында теория ол міндетті түрде болады, иә. ID'дің 5 кезеңі, формат сұрақтар, иә, адамдардың жаңағы психологиялық ақпаратты қабылдау деңгейлері әртүрлі. Оны ақпаратты есте сақтап қана қоймай, оны түсіне білу керекпіз. Не үшін түсінеміз? Потому что оны қолдану керекпіз. Одан кейін оларға талдау жасау керек. Мысалы, қаржылық кірістеріңіз бен шығыстарды талдау деңгейінде сіз уже бірінші жаңағы активы, пассивы дегенді үйрендіңіздер, иә. Қарыз шұңқыры, кредиттің түрлері, депозиттің түрлері, оны талдау жасап жатсыздар, иә. Уже страховка да бір инструмент қой, енді қаржылай сауатты адамның. Сіздер оны барып звондап сұрастырып, уже талдау, қолдану, түсіну деңгейінен өтіп, ең соңында уже жасау, иә, оны жүзеге практикада іске асыру деңгейіне келе жатырмыз. Ең басты мақсат бұны есте бүйтіп жаттап алмай-ақ, просто вот сіз күшті айтып жатсыз, мысалы, иә, есте сақтайды, теориямызды үйренеміз, оны жай ғана есте сақтамаймыз, түсіну керек, иә, қолдану керек, талдау жасау керек, соңында оны өзіміздің тәжірибемізге енгізу керек, иә. Енді біз тағы да көптеген тренингтар, мысалы, сәтсіз өтіп жатады да, просто жаңағы керек деп тренинг жалдайды. Мен өзім бірнеше тренинг өткенмін. Лидерство дейсіз ба, стресс менеджмент дейсіз ба, түк нәрсе білмеймін олардан. Неге? Өйткені просто кейбір кезде тренингтерді компаниялар мақсатсыз алады да, ешқандай талап қоймайды, жай ғана вот оқыту керек дейді, әйтеуір анау өздерінің бюджеттеріне клик қою керек та, мындай, міне біз өткіздік деген сияқты. Жақсы мақсат жоқ, немесе контент слишком шамадан тыс, адамдарға түсініксіз, қиын тілмен жеткізілген. Өйткені әр қиын сөздерді біздің мақсатымыз адамдарға қарапайым тілмен жеткізіп, қарапайым инструменттерді көрсету арқылы өздерінің практикасына енгізу. Иә, осы кезеңдердің бәрі бізде жаңағы ID моделін қолдану арқылы келеді. Иә, біз сіздер, мысалы, курс бастамас үшін вообще осы қаржылық сауаттылық курсын бастамас бұрын, мысалы, мен өзімнің тәжірибемді айтайын. Біз бірінші жаңағы өзімнің целевая аудитория дейді ғой, ол міндетті түрде керек, білу керексіздер, кім екен. Оны білу үшін сізде нақты сұрақтар болу керек, иә. Нақты қазір
не жасап жатыр адамдар, иә, осы қаржылай сауатты болу үшін, не оқып жатыр, оларға не керек, олардың деңгейі қандай, мен тренинг жасасам, менің тренингім оларға қандай құндылық алып кетеді, иә, алып келеді. Және оны жүзеге асыру үшін сізде қандай ресурстар бар. Оңай, қиын емес, иә, бұл талдау. Просто қарапайым талдау, өзіңіздің аудиторияңызды түсіну. Келесі деңгей, иә, Bloom бойынша мысалы мақсаттарыңыз, әркімнің өзінің мақсаты бар ғой, иә, әркім өзінің компетентный саласы бар. Егер қаржылай сауаттылықтары қарай дамытқыларыңыз келсе, бұл сабақтармен ғана шектеліп қоймай, түрлі кітап оқу керексіздер. Мен өзім қанша не болсам да, мынандай кітап болды, қаржылық сауаттылық деген, оны алып оқыдым. Жалпы басқа кітап, жаңағы Роберт Кийосакидің, иә, методтарын әртүрін алып, өзімнің тәжірибемді біріктіріп, осындай бір продукт жасап шықтым. Сол сияқты бұл нәрсеге сразу келмейсіздер. Өздеріңіз және де менің мына алған презентацияларымды ала салып, оны біреуге үйретуге болмайды. Әркім өзі, бұл творческий процесс, иә, өзіңіздің деңгейіңіздегі ақпаратты халыққа бере білу керексіз. Сол үшін сіз өзіңізге сұрақ қою керексіз. Сіз на самом деле халыққа қазір қаржылық сауаттылықты өткізу үшін өзіңіз сауаттысыз ба, өзіңіздің тәжірибеңізде қолдандыңыз ба, иә? Сіздердің араларыңызда орыс группасында мысалы CFA алған уже студенттер бар, иә, ол әлемдік деңгейде қаржылық сауаттылық, қаржылық аналитик деген сертификаты бар. 15 жыл тәжірибесі бар адамдар бар, тура мен сияқты, банкта істеген. Енді осындай тренингтер жүргізуге қадам басқылар келіп жатыр, иә. Оны әзірлеу, ақпараттар логикалық түрде байланыс болу керек. Енді менің презентацияларымды қарасаңыздар, біз логикалық түрде, иә, бірінші мынау 7 қасиеттерін өттік, жалпы қаржылық жоспарлау стратегиясын өттік. Келесі деңгей қаржы шұңқырынан шығу үшін қандай методтары бар, иә? Кредиттің қандай түрлері бар, оптимизацияны қалай жасаймыз, реструктуризацияны қалай жасаймыз. Одан кейін барып біз уже постепенно қандай инструмент инвестирования, да, өзімізге талдау жасадық қой, уже бақылау жасадық. Енді ақшаларымызды қалай реттейміз, қандай арзан инструменттерді доступный қолдана аламыз, иә. Одан кейін бәрін жасағаннан кейін бұларды өзіңіз фасилитатордан нұсқаулығы, иә, мен сіздермен жұмыс істеймін, ақпаратты сұрап жатырмын. Даже басында дайынсыздар ма деп ақпарат сұрағанның өзі сіздермен кері байланысты алу. Түсінгендеріңіз бар ма деп. Біз бүгін еще өзімізге не жасаймыз, иә? Тест өтеміз. Ол да бір фасилитатордың инструменті. Просто мен сіздермен қолдана алмай жатқаным, анау группада істесек офлайн, сіздерді бөліп тастап, өзім қарап отырушы едім да, как вы работаете. Менде қазір ол мүмкіндік жоқ, былайынан бөліп тастауға болады екі-екіден, бірақ та мен каждыйыңызды қадағалай алмаймын. И каждый группаға кері байланыс бере алмаймын. Сол онлайн өткізгеннің кішкене минусы. Но я стараюсь енді максимально тоже, қалай айтсам болады, ақпаратты қызықты қылып өткізуге. Психологиялық қауіпсіздік, иә, вот сіздер менімен комфортты ма, менімен сіздерге комфортты ма, иә. Өйткені бізде вот майда бастаған кезде, сабақ басталмастан жатып, орыс группасында бір қыз болған. Профессиональный тренер, мен бұл ақпараттың бәрін білем, неге мен білетін ақпаратты айтып жатсыз деп, прям агрессивно наезжать етіп бастады. Я растерялась. Потом біз Азиза Тимуровнаға жалоба жасаған, да, бұл ақпараттың бәрін білеміз. И потом біз ондай ситуациядан қалай шықсақ болады деп ақылдастық. Жалпы бұл тренинг профессиональный тренерлерге арналмаған. Бұл жаңадан бастағысы келетін, қаржылық сауаттылықты үйренгісі келетін, немесе оны ары қаратай дәріптегісі келетін адамға осындай, қалай айтсақ болады, тренингтің қарапайым осындай механизмдарын үйренгісі келетін адамдарға арналған тренинг. Сол себептен біз ол кісіге айттық, сіздің деңгейіңізге келмейді. Егер де өзіңіз ары қаратай басқа бір нәрсе үйренгіңіз келсе, өзіңіздің біліміңізді жетілдіретін, онда басқа курстарға бару керек деп біз жауап бердік. И ол дұрыс, потому что бір-ақ адам үшін біз енді программаны өзгерте алмаймыз ғой. Сол үшін бұндай ситуациядан да дұрыс шыға білу керек, иә. Ол кісімен біз ұрысқан жоқпыз, потом біз шетінен шығып айттық, иә. Сонымен сіздер бұл бағалау, сізден біз енді бұл эффективно ма, тиімді емес па, қалай білеміз?
сіздер бізге сертификат алмас бұрын өзіңіздің программаңызды жасап, хотя бы 1 сағаттық, 2 сағаттың тренингті өткізу керексіздер, иә. Бұл сіздерге жаңағы сертификат алу үшін біздің ақпаратты меңгерді деген өзімде түсінік қалыптасты. Сіздер менің берген ақпаратымды енді мен соңында бағалаймын ғой. Сол үшін мен берген ақпараттың бәрін сіздер түсінді деп өзімнен енді әр оқытушы түсінеді ғой. Түсінді ма адамдар, түсінбеді ма, содан кейін барып қана сіздерге жаңағы сертификат беріледі. Сол үшін немқұрайлы қарамаңыз, барлық ақпаратты сіздер берілген ақпаратқа көңіл қойып, оны қабылдауларыңызды сұраймыз, иә. Өздеріңізді тексерсеңіздер болады. Мысалы, мына ақпараттар бойынша талдау, дизайн, әзірлеу, енгізу, бағалау, даже ақпараттың берілгені, дизайнда, ол монотонды болмау керек. Слишком аз ақпарат тоже. Мысалы, бұл саланы сіздерге түсіну қиын. Слишком бір страницада мынандай ғана ақпарат болса, көп айтатын болсам, адамдар жаңағы аудиал дедік қой, аудиал адамдар түсінуі мүмкін, бірақ та визуал адамдар, жаңағы көріп қабылдайтын адамдар түсінбеуі мүмкін. Кинестетиктар түсінбеуі мүмкін, оларға жаңағы әртүрлі түспен, картинкамен берілетін ақпараттар болу керек. Сол себептен әртүрлі психологиялық адамдардың осындай деңгейлерін жаңағы негізге ала отырып. Кто сказал дейді, анау председатель айтқанбыз, қызы айтқан жоқ па? Маған қазір жазып жатыр да, қазақмыста. Колл-центрлар қазір номері бар, сізге жібере аламын, скринмен даже. Беріңізші, атын жібереді. Жарайды, жіберемін Олай істеуге болмайды, потому что енді бұл головное, бұл енді біреудің бизнесі ғой. Менің ағам сол қазақмыстың акционері болған. Ол акцияларын сатып жерді, ол жақта председателі менің таныс, енді танысымыз да, баяғыдан келе жатқан. И олар мысалы бизнесті ашып отыр, ода жұмыс істейтін адам сізге олай жауап беру, ол өте дұрыс емес деп ойлаймын, иә. Сол себептен мен жаңағы специалист дұрыс жұмыс істемей, просто зарплата алып отырғандықтан, ойлаймын, бұл істі олар дұрыс істеп отқан жоқ. Өйткені сіздер өз проблемаларыңызды шешесіздер, страховка сатып алу арқылы. Ал страховая компания ол ақша төлеп отқандықтан адам дұрыс қадағалау керек. Сол себептен мен ондай нәрселерді ұнатпаймын, дұрыс жауап бермейді, потому что өзімде бизнесім бар, поэтому мен жауапты болғанын қалаймын да адамдардан. Сол себептен маған жіберуіңізді сұраймын, сұрақты шешеміз, и сізге қандай страховка керек, соны тоже айтып беремін. Жақсы ма? Страховканың түрі бұл керек болса, үйді өрттен, жаңағы потоптан сақтайтын. Сіздерге мен барлық ақпаратты жіберемін, ол страховканы спокойно қолдансаңыздар болады. Содан кейін теорияда ғана қалып қоймау керек, бұл ақпараттың бәрі міндетті түрде енгізу керексіздер. Біз бірінші сабақта айтқанбыз, егер мен берген ақпарат қалып қоятын болса, сіздер честно бар ғой, әр ақпараттың артында ұзақ жұмыс тұр, қаржылық сауаттылық, мысалы, мен қанша уақыт былтыр 2 жылдан бері улучшаю. Поэтому бұл жердегі ақпарат, бұл жай ғана ақпарат емес, ол менің өзімнің опытымнан, ой електен өткізіп, ойланып бір творческий подход. Сол үшін қолданыңыздар, жүзеге асырыңыздар, и ұмытып қалмас үшін, главный, болашақта маған сіздерден нәтиже шығып, шынымен бір мәселелеріңізді шеше алсаңыздар, бұл өте күшті болады. Енді әдди дегеніміз, бұл жаңағы айтып кеттім, өзіңіздің талдау, дизайн, әзірлеу, енгізу, бағалау, бұны бастамас бұрын, вообще любой курсты бастамас бұрын, даже бизнес бастамас бұрын, міндетті түрде маркетинговый исследование жасау керек. Оны бірнеше тілмен айтады. Маркетингтік исследование дейді. Кешіріңіз, бізге слайд көрініп тұрған жоқ. Сіз слайд қостыңыз ба? Слайд көрініп тұрған жоқ. Көрініп тұрған жоқ па? Неге сіздер маған айтпай жатсыздар? Мен көрініп тұрды. Бағаналы бері ойлап отырмын, маған көрінбей отыр ма екен деп, қазір айта салайын дедім. Жоқ, сіздер ондайды айтыңыздар, мен просто көрініп тұр деп тұрмын ғой сіздерге. Мен міне бағанан бері біз мынаны өтіп жатырмыз. Бірінші, екінші күн ноулстың нелері. Жалпы бұл ақпараттың бәрі сіздерге жіберіп қойдым. Бұл ақпараттың бәрі сіздерде бар. Мынау талдау, дизайн, әзірлеу, енгізу, бағалау. Барлық осы ADDIдің моделі өзіңіз
любой курс бастамаш бұрын міндетті түрде өзіңіздің аудиторияңызды білу керексіздер. Customer development. Адамды қалай тартамыз? Сіз бірінші сұрақтарды дайындап аласыз, иә? Не үшін керек мысалы қаржылық сауаттылықты оқуға? Онда өзінің сұрақтары бар. Менде ол сұрақтар бар қаржылық сауаттылық бойынша. Мен жіберем дегем, кто-то напомнил, жіберген жоқсыз деп. Жіберем сұрақтарын өзім жасаған. И ответтерін бәрін міндетті түрде жазып отыру керексіздер. Ол адамдарды, ол жайдан жай сіздерге адамдар уақыттарын кетіріп келе салмайды. Оларды қызықтыру керек. Сіздер мысалы менің сауалнамамды өтсеңіздер, сіздерге жарты сағаттық тегін, мен сөйтіп айттым, тегін қаржылық жағдайларыңызды талдау жасап беремін дедім. Сөйтіп едім, адамдар келді. Енді бұл тегін десе келеді ғой, бір нәрсе беру керек соларға, иә. Кейбір үлкен компаниялар маркетингтік исследование жасаған кезде 10 мың теңгеден ақша береді. Бір нәрсе береді адамдарға, әйтпесе келмейді адамдар. Сосын оларға звондап сөйлесесіздер. И сұрақтарын жауасыздар, жауаптарын жазып отырасыздар. Каждый адамның берген жауабы бұл сіздерде енді тренер болған соң сіздер бұл контент та болып саналады. Екіншісі, сол больдарынан туындайды ғой енді больдары. Соларға ответтер, ол сіздердің презентациядағы ақпарат болады. То есть сізден любой ақпарат бұл маркетингтік талдау. Жаралмай жүрсіңдер ғой, мына басында жаралмай жүрсің ғой, иә? Так, өшіресіздер ма? Мен просто қазір презентация қосылып тұрғанда кімде қосылып тұр, кімде қосылып тұрған жоқ, мен көрмеймін. Микрофонды қосып, керек кезде, керек емес кезде өшіріп қоюларыңызды сұраймын. Вот. Енді мына жердегі ақпараттың бәрін сіздерге айтып өттім. Алдыңғы неде. Осыны сіздер оқып шығыңыздар, иә. Фасилитатордың нұсқаулығы деген сөздерді түсінбесеңіздер, маған жазсаңыздар болады жекеме. Мен сіздерге тағы да ответтерін беремін. Жалпы енді әзірлеу деген менің презентациям сіздерге ол қалай айтсам болады, көрсеткіш, иә, қалай әзірлеу керек, дизайнды қалай дайындау керек, қалай енгізу керек, мен қандай ақпарат. Так, кім? Серікгүл. Жанерке. Формат цикл, иә. Жалпы любой ақпаратты сіздерге халыққа бермес бұрын, сіздер ол ақпаратты 4 түрлі сұрақты шешу керек. Неліктен керек бұл? Бұл маған не үшін керек? Бұл тақырыпты дәл қазір зерттеудің қандай мәні бар? Егер де сіз осы сұраққа өзіңіз жауап бере алмасаңыз, онда сіз до сих пор өзіңіздің не істегіңіз келетінін білмейсіз деген сөз, иә. Сессияны нақты мәселемен, тарихпен, немесе күтпеген бір фактпен бастау керексіздер, иә. Не үшін? Өйткені адамдар маған, сіздер даже маған келген кезде неге деген, не үшін келдім деген сұрақ тұрады. Мен сабақ басталғанда сразу айтамын. Бүгін сіздермен жаңағы инвестициялық инструменттерді үйренеміз деп. Мен кеше жазғам да, тоже чатқа. Сегодня мы будем инвестиционный инструменты все заходить. Хук. Елдер уже қызығады да келеді. Не береді? Нені білуім тиіс? Маған теория, фактілер, модельдер беріңіз дейді да. Оларға мысалы өздерінің бір сіздің енді аудиторияңыздың бір бойын шешетін нәрсе беру керексіздер. Оны қалай бересіздер, иә? Қалай практикада жұмыс істейді? Бүгін қаржылық сауаттылық сабағында уже практика ретінде жаңағы роль ойындар, енді ролевые игры біз жасай алмаймыз. Кейс ретінде каждыйыңызға тест береміз, соны өтесіздер, и каждыйыңызды жеке-жеке талдап, одан кейс жасаймыз, иә. Басқаша болуы мүмкін бе? Мысалы, ашық сұрақтар, жобалар, иә. Сіздерден кері байланыс алып отырғанның бәрі бұл жаңағы тренердің фасилитаторлық инструменттері. Түсінікті ма? Сұрақтарыңыз бар ма осы жерге дейін? Инвестиция туралы бүгін өтеміз ғой тақырып. Жалпы инвестицияға қалай анализ жасауға болады, сол туралы мәліметтер бола ма? Бүгін қазіргі мәліметтерім бәрі болады. Жоқ, мен қазір сұрағым сіздерден мынау чисто тренингтің фасилитатор нелері жөнінде. Түсінікті.
Потом екіншісі содан кейін ілмек ілмек деген хук, қазіргі тілде хук деп айтады. Ағылшын тілінен алынған ғой, прямой перевод хук. Мысалы, сіздер каждый тема, каждый сабақтың тақырыбы хук ретінде басталу керек та. Бұл хук дегеніміз, мен оны жаңағы өзімнің Инстаграм парақшаны жылжытып бастағанда түсіндім. Видео жасағанда да ең басындағы 3 секунд бұл хук. Сөзіңіз прям цепляющий болу керек. Цепляющий заголовок орыс тілінде айтқан кезде. Сол үшін Назар сіздер аудару. хук ең басқа сөз, оны сіздер қайдан аласыздар? Жаңағы опять-таки маркетинг исследованиядағы адамдар бой сұрақ қоясыздар ғой, не үшін келді? Мен не үшін келдім? Өйткені менде қазір жаңағы кредитім көп, кредитімнен шыға алмай жатырмын. И бұл жерде сіз кредит шұңқырына кіріп кеттіңіз бе, кредит шұңқырына кіріп жүрсіз бе? Мысалы, провокациялық сұрақ. Бұл сізде жаңағы Инстаграмыңыздың несі болады. Енді социальный сеть сейчас енді мүмкін емес қой өзіңізді жүргізу, бизнесті жүргізу, Сол себептен бұл хук, провокационный сұрақтарды сіздер шығара білу керексіздер. Бұл айта кетейін, сразу келмейді. Мен қанша жыл жүріп, до сих пор қиын да ол. Маған, например, түсінікті сала болғандықтан, мен ойлаймын ғой, енді бұны білетін шығар, хук болып саналмайды деп. Бірақ та оказывается, адамдар көп нәрсені білмейді екен да, и оны мен адамдармен сөйлесіп жүріп барып түсіндім, что люди не знают, то, что для меня кажется понятным, многие не знают. Сол себептен, егер де өзіңіздің салаңыздың компетентный болсаңыз, специалист болсаңыз, это не значит, что все люди это знают. Поэтому хукты шығарып алуға болады. Қазір 1 минут меқта. Вот. Сол себептен бұл жерде бұл келеді интуитивно. Только бұл келеді жаңағы опытпенен. 1 рет жасайсыз, 2 рет, 30 рет, 40 рет жасайсыз жаңағы видеолар сол кезде келуі мүмкін. Даже мынау презентацияның өзі мен бір 5-ші, 6-шы шығар мынау. Өйткені 1 рет жасайсыз, ішіңіздегі творчество шығады. Потом 2-ші рет жасайсыз, бір нәрселер қосасыз, 3-ші рет шығады бір нәрсе, 4-ші. Солай совершенствовать етеді. Поэтому самое главное, не бойтесь, делайте. Жұмыс істей бересіз, сол кезде әйтеуір бір Алла айтады ғой, бір нәрсесін көреді дейді еңбегінің, и соңында нәтиже береді. Самое главное здесь отырып қалмай, действовать надо. Если будете действовать, ақыр түбі көздеген мақсатыңызға жетесіздер. Бұл жерде ілмектер, мысалы, күтпеген статистиканы қолдануға болады да, мысалы, жаңағы 70 деген правило, оны да хук ретінде алғам мен негізі. Бірақ та ол атпай қалды. Атпай қалған себебі мен постоянно күнде жүргізіп отыру керек та, потому что Инстаграм любит какую-то определенную статистику, да. И жаңағы 70 деген хук менде бір слайдта, бір 3 бет, 2 бет па, тоже ақпарат, адамдарға қызықты ақпарат ретінде кетіп жатыр. Вообще осы слайдтағы, менің келесі слайдымдағы әрбір беттің өзінен, 2-3 беттің өзінен бір контент шығаруға болады. И чем интереснее страницы, чем интереснее для вас самих информация, это будет также интересно для других. Потом бір статистиканы алуға болады. Мысалы, Қазақстанның 40% адамдары қазір қарызда отыр. Қалай біз Америка сияқты деңгейге жетеміз? Оның да статистикасын көрсетіп, немесе мәселені демонстрация жасау. Сейчас 1 минут. Немесе әр мәселені аша білу, потом қысқа бейне
Мысалы, мен ең басында тренер болып бастаған кезде я не уверенно тоже вела. Это тоже через опыт приходит. И самое главное здесь не бояться. Ладно, один раз не получилось, второй раз не получилось, третий раз. Әйтеуір шығады. Самое главное тоқтап қалмау керексіздер. Енді это не относится преподавателям. Преподавательдар университеттегі, мектептегі оларда енді сразу болып кеткен жоқ қой, иә. Постепенно профессионализм өзі келеді. И самое главное аудиториямен жұмыс істеу, вот сұрақ қою, вот я же с вами работаю, сұрақтарыңыз бар ма, кім қолданады деп. Осы сіздердің іштеріңізде кім өзінің саласы бойынша тренингтар жүргізіп, бір результаттарға тренингтары бар, жүргізіп көрдіңіздер ма, соны айтыңыздаршы. Я жүргізіп көрдім. Қандай салада? Менде көбінесе ғылым білім жағы. 23-ші жылы Шаққуларидан сертификат алғам. Содан кейін авторлық курстарымда сол кісіден үйрендім. Жеке менторлық көбірек қазір менде тренерліктен гөрі. Өйткені тренерлікке менің жұмыс уақытым кестем сәйкес келмейді, а менторлыққа көбірек келеді. Сосын кейде мынандай сұраныс болады, сұраныс болған кезде сол бос уақытымды белгілеп, олар көніп тұрса, онда тренер ретінде де барам. Иә, керемет. Көбінесе ғылым білім тақырыбым. Ғылым білу. Енді керемет араларыңызда болса, менің айтқаныммен жалпы келісесіз бе ақпаратты, егер сізде опыт болса, сізге қалай доступны болып жатыр ма ақпарат? Мен любой критикаға, егер бір нәрсе дұрыс болмаса, сізден қосатын ақпарат болса, әрқашанда өсуге дайынмын, поэтому критикаларыңыз болса да қабылдауға дайынмын. Сәлеметсіз бе? Қоссам бола ма осы жерде? Иә. Өте жақсы, түсінікті айтып жатырсыз, керемет. Бірінші күннен бастап қатысып келем, курстарыңыз өте пайдалы. Жалпы өзім педагогпын және тренерлікпен енді 1-2 жыл болды айналысып жүргеніме. Бірақ өте көп пайдалы ақпарат алып жатырмын. Сіз орысша группада да отырасыз ғой, иә? Иә, мен негізі 2 тілде өткізе беремін, бірақ өзіме ұнайды да. Былай қызықтап, тыңдап отырған ұнайды өзіме. Иә, мен көріп отырмын, қазір 14 адам болыптық. Иә, көріп отырмын сіз. Маған өте керемет адамдар қосатындарыңыз болса, я открыта, например, да, вот у кого-то может быть опыт, мысалы ғылым саласында жүрсеңіз, опытыңыз менен де көп болуы мүмкін, иә. Мына жерде былай істесеңіз деп айтсаңыздар, я готова, потому что человек, который хочет расти, ол критиканы қабылдап, сол критиканы ренжімей, онымен ары қаратай жұмыс істеуге дайын болу керек. Егер сонда аудиторияға шынымен айтса, аудиторияда вовлеченность пайда болады. Главное, надо быть искренним. Мы же тоже люди. Бір нәрсе дұрыс болмай қалуы мүмкін, иә. Дұрыс аударылмай қалуы мүмкін. Өткен курста мен 10 сағаттық курс жібердім. Бұл мемлекет копейки төлейді ғой. Ана жерге жазған, вот, мына сөздер дұрыс болмады. Қарасам, чат GPT-мен аударылған бір текстте қате кетіп қапты. Енді мынандай негативный отзыв жазғанда мен айттым, енді қазақша сөйлеуге тырысып жатырмыз. Просто мен қатені көрдім, мысалы, иә. Ол қатені көрген кезде біз уже съемкаға келіп қойған кезде, ана презентацияның 15-ші страницасында тұрған қате. Уже нені тоқтата алмайсың да съемканы, уже кетіп қалған, потому что записанные курсы были. Просто хотелось бы, если что-то не так, с вами обсудить. Вот так давайте улучшим, потому что мы растем, когда мы получаем обратную реакцию. Егер айтсаңыздар, мы улучшим, и дальше переводтарды кейбір сөздер түсінбеймін. Ілмек, мысалы, хук деген сөз. Солай аударылады. Қазақша ол дұрыс па, бұрыс па, мен білмеймін аударылған сөзі. Ілмек деген сөзді. Я? Сол сияқты сіздерден, если предложения какие-то есть, я готова принять и готова вместе с вами расти. Айтуға бола ма онда? Мен қол көтеремін. Мысалы бар ғой, былай жасасақ қалай болады? Мен мысалы көбінде қол көтеріп отырамын, бірақ сіз көрмейсіз да, мына вебинарлар кезінде андай қол көтерген кезде тәртіп бойынша, сосын сол тәртіп бойынша адамдар жауап берсе, кішкене ыңғайлы болады да, уақытша үнемдейміз. Сосын екіншісі, whiteboard ретінде біз мысалы үй тапсырмаларын Miro дегенді қолдансақ болады, немесе Zoom-ның өзінде де бір whiteboardтары бар, соған біз жазып отырып, жаңағындай есептейтін тапсырмаларды. Сол кезде сіз өзіңіз қадағалап отырасыз, және бәріміз топтық жұмыс болып, ана жерде жазып отқан бәрін көріп отырамыз да, ол да бір әдемі эффект береді негізі. Zoom-да бар ма сондай реакция?
Zoom'да бір whiteboard не бар. Мен шынында айтсам, бұрындар бір организатор болғанмын Zoom'да. Zoom'ның негізі привилегиялары көп, бірақ ол үшін paid upgrade болу керек та. Но если что, Miro деген бар, free. Содан да тегінде қолдануға болады сондай нелерді, яғни функцияларды. Себебі мысалы әрқайсымыз жеке-жеке үй тапсырмасын қағазға орындағанша, біз ана жерде андай стикерлермен бүйтіп орындап жазатын болсақ, өте әдемі болады да. И сосын андай сіз 25 группада немесе одан да көп адам болса да сіз бәрін көріп отырасыз. Ана жолы кім еді, біреу не жасады, сол AI-ға қатысты, Scrum мастерге қатысты. Сол кезде сол Мироны қолданды, тақтаны әдемі кәдімгіше ұнап қалды маған. Сосын шетелдің адамдары соны көп қолданады да, сол Zoom-ға қосып қойып. Миро да. Тода менде қазір көмекші Несі, қыз бар. сілтемесін жіберем, иә? Жіберіңізші, маған жекеме жіберсеңіз, потом менде почему-то презентация ашық тұрған кезде мен көрмеймін сіздерде. Бүйтіп ауыстырып отыру керекпін да осылай. Кім қол көтеріп жатыр? Кешірім өтінемін ондай болса. Оны бар ғой, қалай урегулировать ету керек екен, оны да зерттеп көру керек, иә, чтобы сіз біздің қол көтеруімізді көріп отыру үшін, иә, одновременно, что презентациямен бірге, да? Да. Оны да көруге болады. Участники дыши презентацияны және шығартып қоюға болады. Сол кезде сіз көріп отырасыз. Вот у вас преза стоит, и және, вот, например, участникиді және шығарып қоюға болады да, параллельно шығып тұрады экранға ше, сол кезде сіз уже и участниктерді көріп отырасыз. Сосын анандай Zoom'да еще бір күшті привилегия бар. Мысалы, біз әрқайсымыз сұрақ қоямыз ғой, әрқайсымызға мысалы 1 минут сияқты немесе 30 секунд сияқты не берсеңіз, ана таймер сияқты шығып тұрады да. Бірақ оны установкасын білмеймін, по-моему, әптер арқылы жасайтын сияқты. Оны да зерттеу керек. Негізі ол да әдемі. Мен мысалы көбіне презентациялар жасағанда көрем, advanced level'дар, олар көбінесе таймер шығарып қояды да, сосын одан артық сосын сөйлемейді өздері. Хорошо, давайте мен оны обсуждать етеймін. Мен жақта whiteboard көріп тұрмын, бірақ та онымен қалай жұмыс істеу керек екенін білмейді екенмін. Мен сізге көрсете аламын, бір қашан уақытыңыз болады, сіз маған жекем жазыңыз. Керемет тогда. Без проблем. Неде бар андай, планшетте бар, оны да специально сатып алғам, жазып көрсететінші. Егер оны қосуға болса, оны да қоса аламыз, онда вообще күшті болады. Сол техниканың дамып кеткен жақтарын қолдансақ, өте әдемі болады да. Ұтамыз бәрін. Келесі сабақта бізде как раз инвестициялық сауаттылықтың кішкене күрделі түрлері болады, сол кезде бізге міндетті түрде керек болады. Енді келесі страницалар бізде өте айтуға бола ма? Айнұр, бәрімізге ортақ видео салсаңыз. Қалай? Техникалық жағынан көмегіңізді Telegram чатқа салсаңыз немесе сіздер де оны көріп қолдана үйренгіңіз келе ма? Мысалы, біреу біледі, біреу білмейді дегенім ғой. Болады, жарайды. Сіз маған жекеме жазыңызшы. Біліп жатқан нәрсемді бөлсейін. Керемет. Осылай бөлісіп отырсақ, онда бір-бірімізге көмектесеміз, потому что бұл каждый саланың өзінің специалисті болмаса, жаңағы тек специалист алып істейсің ғой, енді олар үйренген. Мен бәрін бірдей біле бермеймін де, егер сіздер білсеңіздер, оны үйреніп алу керек екен, на самом деле. Енді давайте бітейік. Біздің уақытымыз өте тым аз. Біз мынаған қазір тоқтап өтсек, бұны мен сіздерге берем. Ары қаратай өздеріңіз қарайсыздар. Бұл тақырыпта мына жерде қолданылғанның бәрі менің уже немде тұр. Мынау қаржылық сауаттылық курсында. Мен қаржылық сауаттылық курсына өтейін, өйткені біз ол жақтан по времени, менде уақыт қой бәрінде бөлініп қойған. По времени не успеем. Давайте қазақ тіліндегі өзіміздің қаржылық сауаттылығымызға өтейік. Бүгін қаржылық сауаттылықтың уже 3-ші сабағы болады, Біз өткен сабақтарда несиелерді айттық, несие дегеніміз не, жаңағы ипотека, тұтыну несиелері, автонесиені, қалай алу керек. Бизнестің несиесі, бұл негізі жаман емес бизнес үшін, но ол үшін тоже бизнес-план жасап барып алу керек, Микронесиелер бар, микрокредитный организациядан. Мемлекеттің жеңілдетілген, ана орыс группасында бір кісі вообще отбасы банкты қарамаған. Ол қазір изучать етіп, қазір ақшам бар дейді да, квартира сатып ала салатын 40 миллион теңгесі. Мен айтам, 40 миллион теңгеңізді отбасы банк мысалы жартысын салып, одан алып 20 миллионды даже жаңағы артық 20 миллион депозитке салса да, ол депозиттің процентімен ана 20 миллионның да процентін жауып отыратын қылып істеуге болады. Бұл жерде әртүрлі жолмен ойластырып барып, егер шынымен де ақшаңызды дұрыс басқара алсаңыз, бұдан да көп
мүмкіндіктер алуға болады, иә. Жалпы сіздердің араларыңызда бар ма отбасы банктан несие алған? Бар, бізде. иә. бар. Мгм. Білесіздер ғой, иә, отбасы банктан жаңағы 50% алсаңыздар, 50% үстіне берілетін, қосылатын. Иә, Өзіңіздің иә. ақшаңызға да процент төлейсіз, иә. Сол себептен қымбат үй алған кезде это не всегда может быть выгодно. Коммерциялық банктарында бір халықты қолдау мемлекеттік программалар бар. Соны есептеп, вам стоит қымбат үй алған кезде отбасы банк невыгодно болуы мүмкін. Солардың бәрін есептеп барып, сіздер шешім қабылдаңыздар, иә. Мынаны каждый талабына тоқтап отыра алмаймын, потому что каждыйына тоқтап отыратын болсақ, бізде уақыт өте көп кетеді. Ал аннуитеттік и дифференциалдық өткен тақырыптарда біз айтқанбыз. Жалпы осы теманы сіздер түсіндіңіздер ме? Обычный дифференцированный дегеніміз не, аннуитеттік төлем дегеніміз не, и вообще в целом простая процентная ставка. Иә, мысалы үшін отбасы банкта дифференциалға өтуге бола ма? Олар бастапқыда аннуитетпен есептеп берді ғой. Иә. Біз енді процентін төлеп жатырмыз бастапқы. Енді соны дифференциалға ауыстыруға бола ма? Жалпы заң бойынша банктар екі түрлі метод предлагать ету керек. Но банктардан сұрасаңыз, жоқ, бізде осы ғана метод дейді. Болды. Бірақ кейбір банктер, алтын банк, солардан сұрап көріңіздер, айтсаңыздар болады, міне заң бойынша сіздер мынандай. Оларды міндеттемейді, бірақ жазылған заңда да кішкене қу жазылғанда банк имеет право деп жазылған, и поэтому сол праволарын олар қолданып отыр аннуитеттік. Но попросите, я хочу, вот в законе прописано, я хочу посмотреть. Мысалы, маған аннуитеттікпен ғана берді. Айтты, бізде осы только жүйе деп. Енді ол отбасы банк и так арзан беріп тұр, оны түсінуге болады, сол үшін айтуым мүмкін. Бірақ басқа банктен алған кезде сұрап көрсеңіздер болады, өйткені олардың проценттік мөлшерлемесі өте жоғары. Жақсы, рахмет. Мен сіздерге жаңағы таблица бердім ғой, мақсаттарыңыз жазатын таблица. Ол жерде ең басты көрсеткіштер 5 түрлі көрсеткіш бар, иә. Болашақ құны ақшаның. Жалпы қаржы саласында инвестиция дегеніміз жалпы не, иә. Сіздер болашақ ақшаларыңыздың болашақ құнының, қазіргі құнын көргілеріңіз келеді, иә. Сколько будут стоить мои деньги в будущем? Это болашақ бағасы. Бір көрсеткіш, қазіргі құнын есептеу. Екінші көрсеткіш, потом нені есептеу? Жаңағы деген көрсеткіш, ол процентная ставка, ол үшінші көрсеткіш жыл болу керек міндетті түрде. Бесінші көрсеткіш и бүгінгі құны, иә, қазіргі салған ақшаңыз, қанша ақшаңыз, жоқ, қазіргі ақша емес, ай сайын вот салып отыратын төлем бар ғой, мысалы, сіздің мақсатыңыз 5 миллион теңге тұрды дейік, орта мерзімді, иә. Қазір ол мақсатқа жету үшін қолыңызда первоначальный взнос 500 мың теңге бар. И сізге білу керексіз, проценттік ставканы білесіз, депозиттік 15%, жылын білесіз, 3 жыл, иә, орта мерзімді. Енді сол 5 миллиондық мақсатыңа жету үшін ай сайын қанша ақша салып отыр керек. Менің жіберген таблицам сіздерге соны есептеп береді. Жалпы барлық қаржы саласының теориясы осы көрсеткіштерге негізделген. Мына аннуитетті қарасаңыз, формуласы қиын сияқты, түк ешқандай қиын емес. Мына жақта S деген бүгінгі бағасы, P деген аннуитеттік төлем ғой, ай сайын қанша төлем төлейсіз. R дегеніміз ставка, N дегеніміз жылы ғана, иә, 3 жыл ма, 4 жыл ма, 5 жыл ма. И қиын формулалар қиын сияқты көрінеді, түсінбейтін, на самом деле өте қарапайым. Вот. Өткен жолда айтқам, кішкене қайталау өтеміз, өйткені тренер болған кезде ақпарат ұмытылып қалады дедік қой, каждый сабақтың басында біз қайталаймыз. Мектептің техникасы да сондай ғой, ақпараттарда. Негізгі бесе алған адамдар тұзаққа кіріп кетеміз деп ойламайды ғой, иә. Кредитныйны алады, рассрочка алады да, ең соңында тұзаққа қалай кіріп
кететінін білмейді. Ол жасырын комиссиялар болады, сақтандыру полюстарын қосып жүреді. 12% деп көрсеткенмен 13.3% болып шықты менің кредитім. 1% өзі ол сіз дұрыс есептемесеңіз, оның өзі кішкене нагрузка болуы мүмкін. Жалақыға дейінгі несиелер, кепілге алынатын, микрокредиттік ұйымдардан алатын несиелер. Бұлардың бәрі сізде болса, егерде қайта қаржыландыру механизмдарын сіздерге міндетті түрде үйрену керек. Ол үшін банктерге звондап, маған жазды, мен жеке жауап бере алмай жатырмын, 40 адам жазып кеткен ғой. Бір кісі мысалы сіздердің топтарыңыздан ба, орыс топтан білмеймін, қайта қаржыландыруды сұрап жатыр да менен. Енді мен сіздер үшін ол сұрақты мына банкте бар, қайта қаржыландыру деп айта алмаймын. Ол қайта қаржыландыруды түсіну үшін сіздер әр банкке барып условияларын білу. Олардың ақпараттары күнде өзгеріп кетуі мүмкін. Бүгін мен сіздерге мына банкке бар деп айтсам, ол ертең уже өзгеріп кетуі мүмкін. Поэтому ақпарат тез өзгереді. Сол үшін каждый раз звондап өздеріңіздің мәселелеріңізді айтсаңыздар, олар сіздерге міндетті түрде жауап беруге тиісті. Опыны білесіздер ба? Отбасы банкта кім біледі опыны? Жалпы опыны қалай жинаймыз? Опыны счеттер, депозитте жатқан ақшаға беріледі ғой, сыйақы. Процент арқылы опы жиналады ғой. Жоқ, бәріне емес қой, жылда шектік не бар, соған беріледі. Бұл жерде опы Енді жинау ол депозитте жатқан суммаға байланысты беріледі ғой. опы ол әртүрлі уақыт. Ең бірінші қанша уақыт, қаншалықты сіз дисциплинированно ақша салып отырдыңыз, жыл сайын салып отырдыңыз ба? Ақшаңыз жетеді ма, жаңағы зарплатаңыз, көп көрсеткіштерге байланысты негізі. Енді опыны жақсарту үшін самое главное, сіз мен мысалы ай сайын жинаған жоқпын. Мен жылдың соңында ғана сыйақы алу үшін жинадым. Солай жинап алдым ақшаны. Менікі бірақ ұзақ тұрып қалды, потому что маған ол қатты керек болмады, бір 7 жыл ма сондай. И азыздан ғана жинап отырдым, когда мне комфортно, тогда и закидывала, И қазір алдым сол ақшаны. Еще менде пенсионный түсті. И в принципе меня устраивает, 14 миллион 200 мың теңге берді, ай сайын 115 мың теңге. Мен оған квартира сатып алып қойдым. Квартираны 200 мыңға сдавать етуге болады. Былай да былай өзін жауап тұрады. Вот осындай арзанырақ кредиттер үшін мен ойлаймын, отбасы банк өте жақсы вариант. И отбасы банкпен надо в жизни пользоваться. Ол государственная программа ғой, мемлекеттің халықты қолдау программалары. Енді біз келесі этапқа көшеміз. Мына жерде сұрақтарыңыз бар ма? Отбасы банкпен қандай сұрақтарыңыз бар? Мен өткен сабақта да айтқам. Алло. Жоқ сияқты ғой. Сұрақ жоқ. Все, егер жоқ болса, біз инвестиция тақырыбына өтеміз. Жалпы негізі біздің программа бойынша, жалпы тренерлердің программасы бойынша каждый сағат сайын 10 минуттық перерыв болу керек. Если хотите, 10 минут перерыв алайық, если не хотите, наоборот, 10 минутқа ерте бітірейік. Біздің программа бойынша 10 минут перерыв болу керек. Как хотите? Жалғастыра берсе қалай болады? Жалғастыра берейік. Жалғастыра берейік, 10 минутқа ертерек бітеміз, Жалпы тренингті сіздер өздеріңіз енді болашақта жасаған кезде міндетті түрде перерыв қою керек, потому что адамның ақпаратты қабылдауы ұзаққа созылмайды. Инвестиция жасап көргендеріңіз бар ма араларыңызда? Тек қана оқып, қарап жүрмін. Менікі де солай анализ жасай алмай отырмын. Халық банктың инвест приложениясын ашып қараймын. Содан кейін табыс проға арасында кіріп қоямын. Бірақ сондай қатты алған ештеңкем жоқ, бірақ алайын десем анализдеуді білмеймін. Болашақта қалай болады деген секілді. Так. Мен қазір сұрақтарыңызды қарап отырмын, барлық адамдарға. Обысы виртуалкам, адам кішкентай болып тұрады, тіклетар сияқты. Презентацияны бөлек камерамен шығаруға болады. Мына презентацияны бөлек камерамен шығаруға болатынын білем. Адам кішкентай болып тұрады ғой, бірақ бұл жерде бұл зумға келмейді. Бұнда
кішкене басқалай жасау керек. Оны технически білемін, мен бүткіл курстарымды солай жазғам. Енді жалпы бүгін инвестиция тақырыбын өтейік. Инвестиция тақырыбы страховканы түсіну, қаржы. Енді біз осы уақытқа дейін барлық кредиттің түрлерін, жаңағы несиенің түрлерін өттік. Енді біз ақшамызды басқардық, ақшамызды жоспарладық, мақсаттарымызды жоспарладық. Енді біз өтіп жатырмыз ақшамызды көбейту деңгейіне. Кім ақшасын көбейткісі келеді? Бәріміз көбейткіміз келетін шығар. Сіздер көбейту үшін ақшаларыңызды не істеп жатсыздар қазіргі кезде? Мен мысалы үшін депозитқа саламын. Депозит. Финансовая подушка барыңызде бар ма? бар. Аха. Енді бүйтіңіздерші, мен сіздерге жібердім қазақ тілінде. Соны толтырыңыздар. Толтыруға сіздерге ровно 5 минут уақыт берем. Так, қайда айтты? Өздеріңіздің инвестицияны айтпас бұрын, сіздерді мен білу керекпін, мен аудиториямды мынау. Вот осыны тест деп тұр ғой, инвестор тест. Тот анау телеграмдағы чатқа жібердім. Қазір қарап, өздеріңіздің қандай инвестор екендеріңізді айқындаңыздар. Ровно 5 минут уақыт берем. Ақырын асықпай вчитываться етіп айтасыздар. Кім болды? Маған чатқа жазыңыздар, қандай инвестор түрі. Сұрақтарыңызға жауап бересіздер, и жауап бергеннен кейін каждыйның қасында балл тұр, балларыңызды суммировать етіп, соңында общий сумма қайсы категорияға келеді, соны жазасыздар. Мен мысалы консерватормын, мен умеренный немесе мен агрессивті инвестормын деп. Түсінікті ма? Тапсырма. Түсінікті. Негізі мынау нені ашқан кезде ше, қазір енді параллельно ашып отырып қой. Кішкене бұлақ көрінеді, былай четкости нету. Кішкене қиындау оқығанға. 5 минут аздау болады. Мына орысша варианты бар, орысша вариантын түсіне алсаңыздар, орысша вариантын оқып көріңіздер. Неге болыңғыр болып тұрған білмеймін. Қазір мен сіздерге орысша вариантын жіберем. Чатқа жібере саласыз ба, иә? Рахмет. Чатқа, осы чатқа ма? Орысшасы көрінеді екен. Орысшасын көрсеңіз, орысшасын мен қарап, қазақшасы екеуін араластырып жасаңыздаршы. Все. 5 минут. Ровно 0 неде келем. Орысшасы қай жерде, Гүлмира? Телеграмның? Телеграм-канал, общий телеграм-канал. Тест тип инвестор деген ғой. Иә, көрдім.
тәжірибе жоқ болғасын жалпы теорияны қарап шықтым. Консерватормын ау деймін. Сұрақтарға дұрыс жауап берсеңіз шығады. Иә, сол консерватор шығып тұр. Все, ол дұрыс, значит. Сәлеметсіз бе? Кеше ош тобында қатысып, мен соны жауап беріп едім. Қазір жауап бермей ақ қойсам болады бұл жерде. Просто енді жазасаңыз, мен білмеймін ғой, сіздер қайсыңыз қатыстыңыздар, мен мынандаймын деп жауап бере салыңыз, болды. Все хорошо. Иә. Все, уақыттарыңыз бітті. Барлықтарыңыз үлгердіңіздер деп ойлаймын, иә? Маған балдың саны емес, маған сіздер қандай консерваторсыз сол керек та. Бұл не үшін керек? Потому что мен өзім қандай қазіргі істеп жатқан адамдарым қандай категорияға кіреді, сол керек. Именно қандай инвесторсыз, консерваторсыз ба, умеренный ма или агрессивный инвесторсыз ба? Соны ғана жазсаңыздар, умеренный, там, не знаю, консервативный, либо агрессивный деп. Қалыпты деген шығып тұр менде, екіншісі қалыпты инвестор. Менікі 36 балл, умеренный деп шықты. Халық банк деп тұр, иә? Вот что это означает? Лучше сразу вот консервативный инвестор, да, умеренный инвестор. Сразу пишите, тогда я пойму, почему не все делаете, не все участвуете, да? 13 адам отыр, ешкім 13 адамды көріп тұрған жоқпын. Бүгін қатыссаңыз да, ана ақпаратты жауап берсеңіз, ол сіздің қандай инвестор екеніңізді айқындайды.
Все. Все успели? Я перехожу уже к презентации. Ой. Енді қараңыздар, болсаңыздар, все, мы переходим. Жалпы ақшаларыңызды неге инвестициялау керек? Жалпы инфляция деген теманы біз өткен сабақта айттық, иә? Инфляция, біз егер де ақшамызды дұрыс инвестицияламайтын болсақ, бізде ақшамызды инфляция жеп кетеді, иә? Бізде депозит, мысалы, қазір 19-20 деп айтады, бірақ в среднем 16%, иә? Неге? Өйткені ұзақ мерзімді депозиттердің бәрі өте төмен ставкада. Мысалы, акцияларға кірсеңіздер, бұл жерде акциядан табатын табыста екі түрлі табыс бар, иә? Акцияның құнының өскенінен табатын табыс, және де акция дивиденд төлейтін болса, дивидендтен табатын табысыңыз, дивиденд, и дивидендті реинвестиция жасап, үш түрлі бір акцияның өзінен ғана табыс табуға болады, иә? Енді қараңыздар, инфляция бізде осы 2025 жылға дейін 8-9% арасында келді. Қазір бізде инфляция 12,8 официальный. Бірақ та бізде бар реальная инфляция деген, өткен сабақта айттым, иә? Бүгінгі күнгі сіздердің жаңағы потребительская корзина дейміз ғой, жаңағы бір апта бойы қанша тамақ кетеді, соны ақша кетеді тамаққа, соны күнделікті 6-7 күнге бөлсеңіз, бір күнде примерно неше кетеді, сол шығады. Енді осы көрсеткішті өткен жылғы осы уақытпен салыстырсаңыз, сіз примерно тамақтың қанша пайызға өскенін көрсеңіз болады. Енді ол явно бір 12% емес, 15-20%-ға тамақтардың құны өсті. Сол себептен жалпы инвестицияның маңыздылығы в этом и заключается. Главное, чтобы наши деньги не теряли свою стоимость. Енді вообще құнды қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары болады. Кім біледі вообще кәсіби қатысушылар, қандай кәсіби қатысушылар бар екенін? Давайте интерактивно өткізейік, а то кішкене активно өтсе сіздерге де қызықты болады, маған да қызықты болады. Қуандық, сіз орыс группасына қатыссаңыз білесіз ғой, айтып өтесіз ба? Сұрақ қандай болды? Сұрақ қандай болды? Үйлерін айт деді. Сұрақ қандай кәсіби қатысушыларды білесіз құнды қағаздар рыногының? Менде Freedom Finance'пен кезінде болған. Кастран Сойлдың құнды қағаздарын алғанмын. Бірақ өте жай болған өсім. Ақша керек болып қайта алғанмын. Қараңыздар, құнды қағаздар рыногында қатысушылары брокерлар бар, дилерлар бар, орталық депозитарий деген бар, портфельді басқарушылары бар, кастодиандар, кассе, клирингті ұйымдар. Бұлардың бәрі сіздердің ақшаларыңызды, мысалы, брокер арқылы сатып алғаннан бастап, сіздерге сатып жерге дейінгі аралықтың барындағы процесстардың бәрі осы кәсіби қатысушылар арқылы жүзеге асырылады. Сіздер, мысалы, мне көп сұрақ келеді, ана брокер банкрот болып қалса не істейміз, ақшамызды салып алып, ол брокер болса ақшамыз жоғалады ғой деп атады. Жоқ, брокер деген ол просто, қалай айтсақ болады, посредник қой. Ол посредник. Мысалы, сіз бір құнды қағаз сатып алған кезде, сіздің ақшаға сатып аласыз, ол жерде комиссия. Брокерлар сол комиссия ғана өмір сүріп отырады. Сол кезде брокерлер болған, үнемі жаңа не істеп отырған, отчеттарын беріп, жаңа нелерін жазып, хаттарын жіберіп отырған.
өздерінің проценттерін алып отырды, иә. Бірақ андай Казтрансойл жаңағы Казмунайгаз сияқты өсімдер сияқты болмағасын, өте аз болғасын менің жалпы сіз брокер болсаңыз, брокерлар никогда сізге отчет бермейді. Брокер деген платформа любой физикалық тұлғаларға арналған, крупный ақша салмайтын. Мысалы, сіз 2000 теңгемен де 5000 теңгеден де акция сатып ала бересіз. Ол жерде сізге ешкім отчет бермейді. Олар отчет беруге тиісті емес. Өйткені бұл платформа. Сіздің жаңағы айтайын дегенім, мен құнды қағаз сатып алған кезде, сіздің құнды қағазға право собственности орталық депозитарий, бұл мемлекеттік орган. Сол жақта тіркеледі. Ертең брокермен бір нәрсе болып қойған жағдайда да, сіздің құнды қағазыңыз басқа брокерға енеді. Бұны бізде екі регулятор бар дейтін, КАСЕ және де МФЦ. То есть брокерда біздің ақша тұрмайды. Бұл центральный депозитарий ақша КАСЕде ұсталады, КАСЕден ары қаратай зарубежный фондовый рынокқа кетеді. Брокерлар чисто жаңағы сатып алған кезде, сатқан кезде бір кішкентай бір не болады, разница, содан өмір сүреді. Сіз айтып отқан бұл портфельді басқарушылар. Бұл жерде бізде хедж фондтар бар қазір, Атлас Капитал, Тенис Капитал, жаңағы Табысап дегенді білесіздер ме? Табысап Про қазір жақсы, өте жақсы платформа. Ол инвестиционный фондтар да бар, және де брокерлар бар. Негізі көп банктердің инвестиционный фондтар да бар, портфельді басқарушылар деп аталады, және де брокерский компаниялар да бар. Портфельді басқарушымен жаңағы брокердің қандай айырмашылығы бар? Портфельді басқарушыларға ақшасы көп адамдар барады көбінесе. Сіздің минимальный вложение ояқта $50,000. Бірақ $50,000 басқа заңға сәйкес сіздің қосымша тағы да $100,000 имуществоңыз болу керек. $50,000 плюс $100,000. То есть ол большая же разница. Түсінікті ма? Мен сол кезде 80 мыңға ма алғанмын. 2012 жылы деймін. 2012. $80,000 бұл кәсіби басқарушы емес, ол брокер. Бірақ та брокерлар сізге шығып ақпарат беріп отырмайды. Мен почтама жіберіп отырды ол. Соны түсінбей тұрмын, $80,000 деген ол өте аз сума, неге, қалай олар істейді деп ондай. Негізі қазіргі кезде ешкім $80,000 үшін ол адамға звондап отырмайды. 12 жылдары ғой енді ол. Может быть, сондай болған шығар. Ал қазір заң бойынша, если сізбен бір специалист бөліп, сізге жұмыс істеп, жаңағы ақпарат беріп отыратын болса, заң бойынша ең бірінші ақшасын салатын адам квалифицированный, құнды қағаздар рыногынан ақпараты бар, білім алған деген сертификат болу керек ең бірінші. Екіншісі бұл портфельді басқарушы компаниямен тікелей жұмыс істейді, өзі рисктарын өзіне алады. Потому что последние деньги нельзя вкладывать в инвестиционные инструменты. Одан кейінгісі кастодиандар активтерді сақтау және есепке алатын, жаңағы клиенттердің ақшасы қайда кетіп отыр, не төленді ма, дивиденд, соның бәрін есептеп отыратын бұл кастодиандар. Қазақстанның қор бизнесі бұл білесіздер, ресми сауда алаңы. Любой компания, акция, облигация шығарғысы келетін компания, бұлар публичный компания болады, бұл КАСЕ арқылы жүзеге асады. Қазақстанда $1 миллион тұрады КАСЕге шығару, компанияны. Өйткені ол жақта юридический due diligence, финансовый due diligence, аудитор жасау керек. Кәдімгідей аудиторский отчетность үлкен крупный компаниялардың, бұлардың қызметтері өте қымбат тұрады. Клирингтік ұйымдар, бұлар жаңағы әр сіздің жасаған сатып алу, сату процестерінің бәрінің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отырады. Осы жерге дейін түсінікті ма, қатысушылар қалай жұмыс істейтін? Сонда бір сіздің сатып алғаныңыз осылар арқылы өтіп отырады ғой, орталық депозитарий, кастодиан, КАСЕ, клирингтік ұйым осылармен қадағаланып отырады. Көрдіңіз бе, бір кішкентай сатып алу, сату процесінде құнды қағаздармен қаншама кәсіби қатысушылар әрекет етеді. Қазіргі кезде қандай ненің құнды қағаздарын алған ыңғайлы? Ешкім құнды қағаздарды ал деп айтуға болмайды. Өйткені бізде бұл рынок енді ғана шығып жатыр ғой. Америка, Европада сізге біреу мынаны ал деп айтса, это уголовное преследование идет. Потому что құнды қағаздардың бағасы сұраныс пен ұсынысқа негізделген. Егер искусственно біреу мынаны ал деп
оған сұраныс көбейіп кетсе, оның жағдайы жаман болып тұрса да, оның акциясының құны өсіп кетеді, түсінесіз ба? Поэтому никогда бұрын бір блогерлар шықты, қазір де инфо-цыган дейді ғой, мынаны алсаң бай кетесің, мен осылай бай кеткем. Өтірік әңгіме оның бәрі. Егер құнды қағаздармен бай кетсе, біздің банкирлардың бәрі миллиардер болып кетер еді. Түсінікті ма? Рахмет. Жалпы акция дегенді қалай түсінесіздер? Кім айтады? Его надо составить. Как надо составить его признание? Акция бағалы қағаздың бір түрі. Оны белгілі бір үлкен өндірістерге салуға болады. Акционер ретінде жүресіз. Немесе кейде мемлекет бағалы қағаз ретінде, құнды қағаз дейді кейде. Акция шығарады, оны сатып алуға болады. Соны қай неге салса, инвестицияға, соның өсімімен немесе жаңағы. Давайте қазір түсіндіріп кетейін, қазір түсіністік болмай қалмас үшін. Акция деген бұл бір компания, өзінің жаңағы өндірісін кеңейту үшін, немесе бір завод ашу үшін ақша керек. Банктен ақша алу жол емес, халықтан ақша тартады. Но егер де компанияның жағдайы жақсы болса, сіздің де сіз акционер болып кіріп отырсыз ғой компанияға, былай қарасаңыз, үлесі өседі. Егер компанияңыз жаңағы бір 100 миллионға бағаланған компанияның акциясын алдыңыз, ертең ол компанияның құны 200 миллион болып кетсе, сіздің доляңыз 2 есе өседі. Жаңағы сіз 100 мың теңге салсаңыз, ол 200 мың теңге болады. Плюс еще ол дивиденд төлейтін болса, дивиденд те аласыз. Сонда сіздің табысыңыз дивидендтен алатын табыс, акцияның құнының өсуінен алатын табыс. Жалпы акцияның екі түрі болады. Сіздерге келесі сабақта мен задание берем. Бір жаңағы брокерский компаниядан счет ашу. Менде видеолар бар, дайын видео мен өзім платный курстарында жүргізгем. Соны жіберем. Сол бойынша мен негізі бар ғой, в рамках мына техноумының шеңберінен де көп ақпарат беріп жатырмын. Өте көп ақпарат беріп жатырмын. Келесі сабақта, я ожидаю, сіздер қазір қанша адам отырсыздар, барлықтарыңыз брокерский счет ашып келесіздер деп ойлаймын. И мына жай акция, артықшылықты акция дегеніміздердің разницасы в чем заключается? Облигация деген біреуге ақшаны қорғаға беру, мына артықшылықты привилегированный акция деп аталады. Олар вот больше как қарыз инструмент сияқты, акция емес. Мысалы, БТА банкты мен істедім, ол банкрот болды. БТА банктың жай акцияны сатып алған егерлер ақшаларын полностью жоғалтты. Ал артықшылықты акциялар бар, олар БТАның жаңағы соңында қандай имуществосы қалды, вплоть компьютер дейсіз ба, машина дейсіз ба, сорға дейін право собственности требовать етеді. Жалпы акция деген бұл өте акцияны таңдау деген оңай нәрсе емес. Бұл жерде өте үлкен талдау жасау керек. Ең бірінші қаржылық талдау, статистикалық талдау, отырысылды талдау жасау керек. Үш түрлі деңгейдегі талдаудан өткізу керек. Егер де өзіңіз талдау жасағыңыз келмесе, самый легкий путь бар. Ол не? Бұл рейтингіне қарау. Жалпы әлемде үш үлкен рейтингтік компания бар. Standard & Poor's, S&P деп аталады, Moody's and Fitch. Осы үш компания барлық акция шығаратын компаниялар, осы үш компанияны жалдап рейтинг өткізеді жыл сайын. Біздің БЦК-да, БЦК-ның сайтына кіріңіздерші, прям қазір я вам даю задание. Жеті 21-де жазыпсыз. Немене қиындай деп атсыз? Түсінбедім, Жадуа. Ақпаратты қабылдау қиындау. Біз өткен сабақта айттық, біз қиын ақпарат деп қашпаймыз. Егер де ақпарат қиын болып жатса, тогда сізге дополнительно заниматься ету керек болады. Тренингтің прям несінде бар, тренерларда, қиын ақпарат деп совсем оңайлатып жүруге де болмайды. Сізге қазір оны түсіну, түйсікпен түсіну, интуитивно түсіну қиын болып тұр. На самом деле қиын еш нәрселер жоқ. Мына екі инструмент, жай акция, артықшылықты акция. Артықшылықты деген бұл қарыз инструмент сияқты кетеді. Жай акция деген жаңағы компания өссе, сіздің табысыңыз 2 есе өседі, дивиденд фиксированный беріп отырады. Артықшылықты акцияда
бұл ешқандай табыс өсуінен сіз пайда көрмейсіз, фиксированный сумма алып отырасыз, қарыз инструмент деген. Ал рейтинг мысалы, рейтингі компаниялар сіздің жұмысыңызды жеңілдетіп, сіз үшін финансовый анализ жасап, качественный, сапалы және де сандық көрсеткіштерін талдау жасап қойған. Мысалы, қазір жазыңыздаршы Google-ға бәріңіз, BCK, BCC рейтинг деңіздерші, міне. Давайте бірге істейік. Google-ға кіріп, BCC рейтинг деп жазасаңыздаршы, немесе халық рейтинг деп, BCC рейтинг. Жаздық. Шықты ма? English шығып кетті. Нет, қазақша. Мұны қараңыз, BCC-дің міне сайтына кіріп тұр, сразу шығып тұр. Рейтинг BCC. Стандарт & Poor's жасаған екен. BB өте жақсы. Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента BB. Краткосрочный кредитный рейтинг B. Алып сатарлық, позитивный прогноз. Соңында прогноз деп тұр, позитивный, ол жақсы. Мына қараңыз, D деген уже дефолт деңгейдегі. Сіздер үшін барлық анализ жасап, дефолт деңгейін анықтады. Жоғары дефолт CC. B дегеніміз дефолтқа дейінгі деңгей. Қатты жаман емес, но в то же время у него прогноз положительный. Оның астында Moody's жасаған. Вот Moody's деп тұр. Мен Google-ға прям BCC рейтинг деп едім, сайты шықты, сайтына кіріп едім, баса салып. Мына екі рейтинговый агентствода да стабильный прогноз беріп тұр. Значит, бұл қазір BB-де тұрса, бұл BB-ден жаңағы инвестициялық деңгей деп тұр ғой, 3 BB-ге өту несі жоғары, болжамы жоғары. Әрине, 3 BB деңгейлік болған өте жоғары. Мына рейтингі жаңағы жоғарғы жасыл деңгейге жақын болған сайын, бұл компанияның жалпы деңгейі жақсы деген сөз. Енді қараңыз, просто қазір өзіңізде ақша болса, мұнай, газ дейікші, мен просто ойыма қандай келіп тұр, қазақстандық соны тере салдым, қазақстандық рейтинг. Қазмұнайгазды енді сатып алуға болады да, ақшаңызды бөліп, егер үйренгіңіз келсе. Вот КМГ сразу сайтына кіргізді, мына жақта 3 BB болып тұр, өте жақсы көрсеткіш. Өйткені бұлардың бизнестері мұнаймен байланысты, мұнайға өте жоғары спрос. 3 BB бұл өте позитивті, суверенный рейтинг КМГ, да? Жыл сайын рейтинг жасалады. Бұл дегеніміз Қазмұнайгаздың жаңағы акцияларын сатып алуға жоғарғы деңгейде кеңес береді деген сөз. То есть жай ғана кеңес бермейміз, осыған орай кеңес беруге болады, но надо говорить, да, инвестиция жасамау на усмотрение каждого человека, который вкладывает свои деньги. Енді облигация дегеніміз не? Облигацияны кім айтады? Қарапайым тілмен түсінетіндер бар ма? Қарыз мекемеге салу ма? Ұзақ мерзімді құнды қағазы. Тұрақтылыққа. Мысалы, облигацияны шығарасыз, сізден мысалға ол сатып алады ғой адамдар, сіз оларға сатып алған адамдарға немесе купон төлейсіз, немесе по завершению срока облигации сіз оларға какой-то процент төлеп бересіз. Облигация қарыз инструменті, бұл қарыз инструменті. Берілетін датасы фиксированный, 2 жылдық, 3 жылдық облигацияның уақыты фиксированный болмайды. Бірақ та сіз қайсысын таңдайсыз, сол сізге фиксированный болады. Уақыты келген кезде ғана сізге ақшаңызды береді. Ояқта фиксированный процентный ставка болады. Вот 100 миллион бердіңіз ба, 10% төлеп отырам деймін, квартально төлеп отырады. Условиясы бар, ежеквартально төлеу мүмкін, ежемесячно төлеу мүмкін, немесе ежегодно төлеу мүмкін. Но желательно, чем реже выплаты, тем лучше. Сіз ай сайын төлеген процентін алып, инвестировать етіп тағы төлейсіз. Квартал сайын болса, 3 айдан кейін ғана сіз ала аласыз деген сияқты ғой. Вот енді түсінікті болды ма? Бізде өңкей көбі консервативный екенсіздер, қалыпты инвестор. Так, сұрақтарыңызға жауап бере салайын сразу, Енді кесте өзгерді, ол үшін кешірім сұраймын. Маған да керек болды, потому что чисто вот балалардың каникулына байланысты, өзім жалғыз сабақ беру қиындап кетті маған. Егер де сіздер қазақ группасынан қатыспай жатсаңыздар, орыс группасына қатыса берсеңіздер болады.
маған главное, чтобы вы сіздер ақпаратты қабылдап түсінсеңіздер болды. Қай сабаққа қатысасыздар, қатыспайсыздар, қайта көріп ақпаратты қабылдап алсаңыздар. Презентацияны да жіберіп жатырмын. Ақпаратты қабылдап алсып, сол результат көрсетсеңіздер, сол маңызды. Бұл жерде мы никого не наказываем, никого не обязываем. Вот. Түсінікті ма? Иә, түсінікті. Сұраңыздар. Жақсы, рахмет, сұрағыма жауап алдым. Облигация бұл надежнее. Почему? Потому что мына жақта акцияда сізге айтады share the gain and pain деген ағылшынша сөз бар. Қалай? Бірге құлап, бірге күліп, бірге жыла дейді. Егер компанияның жағдайы жақсы болып кетсе, бірге күлесіздер, қуанасыздар, жаман болып кетсе, бірге жылайсыздар ғой, ақшаларыңызды мүлдем жоғалтып аларыңыз мүмкін. Сол үшін акцияны таңдаған кезде міндетті түрде дұрыс шешім қабылдау керек. Облигацияның өзінде бірнеше түрі бар. Мемлекеттік және де корпоративтік деген. Мемлекеттік облигацияны көбінесе мемлекет шығарады, ал мемлекеттік органдар. Ал корпоративтік облигацияны, например, Самрұк-Қазына, Банк развития Казахстана, Самрұк-Энерго, Қазмұнайгаз тоже шығаруы мүмкін. Бір компания акция да шығаруы мүмкін, облигация да шығаруы мүмкін. Қарапайым BI группасы шығарып жатыр. Таким образом ақша тартады халықтан, сосын үйлерін салады. Бұл вообще қу бар ғой, бұлар қазір облигационный инструменттері шығарып жатыр. Банктен кредит алса 24% алады. Оның заморочкасы көп. Халықтан облигация тарту деген быстрые деньги для них. Қазір осы инструментті түсініп алып, жаңағы инвестиционный фонд бар дедім ғой, мынау кәсіби қатысушылар, портфельді басқарушылар, солар арқылы олар облигация шығарып жатыр. Мысалы, через Тенис капитал, также через капитал, Атлас капитал, кәдімгідей 5 миллион теңгеден 22-23%-бен ақша салсаңыздар болады. Егер бір кім қайсыңыз салғыңыз келсе, маған айтыңыздар, мен сіздерге подскажу, как надо вкладываться. Түсінікті ма? Енді келесі инструмент бұл ETF деп аталады. ETF бұл қалай қарапайым тілмен түсіндірсем екен. Жалпы бұрын 1972 жылға дейін құнды қағаздар рыногына қарапайым тұлғалар ақша сала алмайтын, только крупный компаниялар бір-бірлеріне ақша беріп жүрген. Одан кейін бір инвестфонд решил сделать так. Үлкен компаниялардың акцияларын сатып алып, и халыққа, сіз мысалы қазір айтып отырмын ғой, $5 да, $10 да, $20 да ETF арқылы ақша сала аласыз, фондовый рынок арқылы. Енді сіздің ақшаңызды олар аккумулировать етеді да, өздері ана жақтан крупный компаниядан сатып алады ақшаны. Бұны только маркетмейкер деп аталады, солар жасайды. И бұның бір жақсы ETF-тің жаңағы акция, облигацияны брокер арқылы сатып алсаңыз, өзіңіз жауапкершілікті аласыз. Бұл жерде ETF компанияның басқарушылары жаңағы сатып алған компанияларды қайсы кіру керек, қайсы кірмеу керек шешімді өздері қабылдайды. Ол жақта профессионалдар отыр. Бұл надежный. Жалпы ETF компаниялар бар. Вот SPY астында тұр, көріп тұрсыздар, мына жаңадан басталған ETF. S&P 500 ақш-тың 500 компаниясының жиынтығына тұрады. QQQ, NASDAQ бұл 100 лучшие технологичный компаниялардың жиынтығы. Жалпы бір нәрсе сұраса бола ма? Негізі біз сатып аламыз ғой қазір. Мысалға мен Пайдекс арқылы сатып алдым да. Но мы же бір акцияның құны енді қатты қымбат қой ол жерде ше, и мы же просто долю, соты сондай доляларды сатып аламыз ғой акцияның ше. Иә, дұрыс түсініп отырсыз. Пайдекс жақсы, Пайдекспен мы сотрудничаем, я лично сотрудничаю. Они менің клиенттеріме, менің промокодымен барсаңыздар $50 береді. Комиссиясын төлеуге арналған $50. Иә, сондай промокодпен тоже приобретали акции. Кімнен оқыдыңыз? Гаухар Адилханова деген девушка есть. Қандай акциялар бар сізде? У меня по халяльным инвестициям Nvidia алғам и ITSS па сондай алдым ма деймін. Сіз қымбаттарын алғансыз, сізде қазір Nvidia қалай өсті ма или түсті ма? Қазір вот сейчас посмотрела, екеуі де өсім көрсетіп тұр нормально. Ну, было как-то
Как-то вот Amazon тоже брала, но потом шариатпен қайтадан тексеріп едім, он не соответствует деп шықты, потом как бы я продала, қайтадан сатып жібердім. Да. Ага. Вот Ну, стараюсь положительно. месяц что-то покупать, приобретать, как бы вот так анализировать это көріп жатырмын, да. Ага. VTI бар, например, ETF, бұл ақштың бүкіл нарығы, иә? Там 3500 акция. MSCI деген бар, дамыған елдердің акциялары. Дамушы елдердің акциялары бар, құнды қағаз. Мұнда мысалы ETF за 90 лет у них доходность составила 7-8%. Последние 3 года из-за этих ситуаций, колебаний на рынке, он дает 12-13% в долларах. То есть здесь риск очень низкий. Облигация, акцияда риск жоғары болуы мүмкін, бірақ ETF-тар өте надежный. Временные просадки могут быть, жаңағы шоковые ситуации болған, Иранда соғыс болды. У меня была просадка, но оно потом восстановилось. Но в целом фондовый рынок, он дает положительную динамику. Ну, более стабильный инструмент болып тұруға қазір таңдашы ETF. ETF он более... Если вы хорошо умеете выбирать акции, в принципе, тоже можете вкладываться в акции, но индивидуально только в акции вкладывать, не зная, какой вы инвестор, это неправильно. Вам определили, какой вы инвестор? Нет, но я просто сама знаю, что я консерватор. Нет, вы не консерватор. Если вы были бы консерватор, вы не покупали бы акции. Да? Но у меня Да. вот между гранью тоже умеренными арасы кішкене бір балл там. Смотрите, Nvidia, она очень высокотехнологичная компания. Те люди, которые вкладываются в высокотехнологичные компании, очень рискованные инвесторы. Бірақ мен Там сол жағын қарадым, негізі технология қазір дамып жатыр ғой дедім, да, и я выбрала именно то, что вот и по шариату как бы соответствует именно это. Ну, может, на тесте я что-то не так ответила. Просто смотрите. Нет, вообще в целом те люди, которые вкладываются в технологичные компании, они раздутые. Tesla раздутые, Nvidia он раздутые. Потому что олардың активтары столько составляет, не составляет, мы не знаем. Сейчас у них может быть хороший. Это то же самое, что и там Sony, да, он когда-то был самый лучший, но никто же не знал, что там появится там Apple, либо появятся там абсолютно новые компании, которые могут их переплюнуть, да. Технологичные компании, на самом деле, очень рискованные. Если вы вложились в нефтяные компании, если бы вы вкладывались более золото, как же, горнодобывающую отрасль. Золото хочу сейчас, не знаю, золотодобывающее. Литий-ионные компании. А если бы вы вкладывались там в продукты питания, я бы сказала бы, что вы, либо фармацевтику, да, я тогда сказала бы, чтобы вы там консервативный, либо умеренный инвестор. Если вы сразу пошли, покупали акции технологичных компаний, это очень агрессивные инвесторы. Венчурные инвесторы, да. Потому что там есть вероятность того, что вы можете потерять деньги, очень высокая. Это вообще Nvidia, Apple, технологичные компании, это венчурные инвестиции. Я работала в венчурном фонде, там выстреливает только 5% проектов, но те, которые 5% выстрелили, они покрывают все 95% расходов. Поэтому просто вас, наверное, не так правильно. Вообще любые инвестиции должны начинаться с того, что вы должны определить, какой вы инвестор. Потому что завтра у вас что-то случится, просадка будет, и потом за это вы будете винить кого-то. Но потом они скажут, блин, право выбор был за тобой, да. Но здесь надо дұрыстап адамдарға түсіндіру керек, чтобы они осознанно принимали решения, в какие отрасли вкладывать. Я рахмет, біраз нәрсе біліп жатыр. Менде бір сұрақ бар. Мысалы үшін мен Қазақстанның акцияларын алсам, мен налог төлемеймін, иә? Ал мына облигация, ETF-тарға налог төлейміз бе? Бәріне төлейсіздер. Бірақ та осы жылдың соңына дейін, если вы купили акции через компании, брокеры, которые зарегистрированы на МФЦА, то они от налогов освобождены. А так 250-ю форму все заполняют, все платят. 250, иә? 250. Сонда определенный брокерлар болу керек па налог төлемеу үшін? Я PDAX-да, Freedom-да, потом
Табса Про, олар на МФЦ зарегистрированы, и они государство просто временное дало ослабление. Декларацияда біз келесі жылы көрсетеміз ғой, иә, оларды. Осы жылдың Мәлімдеу соңына, көрсетеміз ғой, иә. 26 жылдың соңына дейін деген, енді 26 жылдан кейін білмеймін, тағы да өзгерте ма, өзгертпей ма. Егер өзгертіп жатса, онда алсаңыздар болады. Егер де хотите, я вам ссылку, у кого нету, давайте вопрос задам так. У кого нету брокерского счета? Менде жоқ, мысал үшін. Менде жоқ. Сейчас менде де жоқ. Менде де жоқ. МФЦ деген мен айтып кеттім алдында. Бұл Международный финансовый центр Астаны, и у нас есть два регулятора. КСФ, два фондовых рынка, КСИ и МФЦ. МФЦ, я еще сказала, что олар заң, common law, это регулируется британским законом, а КСИ регулируется казахстанским законом. Компании, которые зарегистрированы на МФЦ, это Астанадағы МФЦда регистрация болған, так как они привлекают к себе всех, те компании, которые там получили лицензию, налоги не платят. Это всем относится. Вот. У меня нету или есть, Регина? Если нету, если у многих нету, то я вам скину правила, как вы можете, нету я, как вы можете уже начинать открыть и инвестировать. Өмірде страховка жасауға болады, әрине, это нужно лайф. Я вам условия скину. Лайф страхованияның офисі жоқ, бірақ сейчас я спрошу. Лайфтан сізге именно қандай лайф, там тоже делится. Слышите? Алло. Да. Бар сайтта түсірсіз, мен маған жазды, хабарласты, сосын түсіндім деді. Жаздым жекеге сайт. Мен мына жақта сұрақтарға жауап беріп жатырмын да, мен сразу көрмеймін дедім ғой. Так. Айта беріңіздер, сұрақтарыңыз бар ма? Мен қазір, мысал үшін, мынандай нәрселерді түсінбей жүрмін. Шығып жатыр ғой, пенсионный фондты аннуитетке ауыстыру дегенді. Соны ұқпай жүрмін де. Неме соның ерекшелігі бар, например. Біз жаққа Nomad Life па или Nomad деген бе бір компания ма Алматы жақтан хабарласып жатыр да сол бойынша. Аннуитетке өтіңіздер деп. Сонда мен бір жағынан қорқамын, что олар тұрақты ма, қазір білмегеннен қорқасың ғой. Вообще страховой продукт — это самые лучшие продукты, потому что Америка без этого вообще не живет. Бізде бұл продуктылар көп дамымаған, поэтому у нас, мысалы, кредит алып алады да, өздерінің өмірлерін страховать етпейді, потом өздерімен бір нәрсе болып қалса, кредитті балалары үйсіз қалып жатады ғой. Ал мына жақта определенный кішкене ғана ақша төлеп отырасыз, өміріңізді сақтандырасыз. Егер де сізбен бір нәрсе болған жағдайда, сіздің жаңағы банкіңіздің ақшасын жауап береді. Өте жақсы страховой инструменттер. Бізде просто страховой инструменттер дұрыс дамымаған. Страховой компаниялар бізде Америкадағы сияқты істесе, бізде көп проблемалар болмаушы еді. Пожар, да, мысалы, зардап шегетін үйлер, дұрыс продукт жоқ, ұсыныс жоқ. Өмірді дұрыс сақтандыру. Например, өмірді сақтандыру арқылы плюс еще инвестиционный фондқа привязанный инструменттер де бар. Енді біздің страховой компаниялар бізге нетіп жатыр, осы инструменттер дамытып жатыр. Жалпы страховой инструменттерден қорқып қажет емес, они очень надежные. Все страховые компании, вы можете взять название, написать, Nomad — это нормальная компания. Гуглға жазсаңыз, лицензия МФЦ, либо агентство финансового надзора деп. Прям сайттарына кірсеңіз, қай компаниялардың лицензиясы бар, олар көрініп тұрады. И олар жаңағы міндетті түрде заңға сәйкес жұмыс істейді. Түсінікті ма? Сонда олар лицензиясы осы мемлекеттік болып саналады ма? Қорқуға болмайды ғой, сонда біз мысалы үшін қазір мошенниктер көп деп қорқамыз да, соған сенбеймін. Нет, сіздерден бүйтуі мүмкін да, мошенниктер өтіріктен бір лицензияны көрсете салады, міне лицензиям бар деп. Сіз аласыз да компанияның атын, бейін Google-ға жазып тексере саласыз. Оларда кәдімгідей
мемлекеттік қадағалау органында олардың списоктары тұрады, лицензированный ма, лицензированный емес па. Мемлекеттен лицензия алды деген это не означает мемлекеттікі. Олар мемлекеттен лицензия алғанда бір талаптардан өту керек, иә. Ол сол талаптардан өтіп, талаптарға сай, мына компания уже дербес өзі жұмыс істей алады деген көрсеткішті білдіреді. Жалпы халықтан ақша тартатын компаниялардың бәрі агентство финансового надзораға мен өзім сол жерде істегем, қадағалайды оны. Поэтому ол надежный, одан қорықпау керек, наоборот, соған біз келу керекпіз. Мен түсінгенім, сақтандырудың өзі мен үшін жаңалық болды. Сіздің сабақтардың арқасында олар туралы көп ақпаратты білдім. Мана Намат Лайф, Европеймен сөйлескенде, еуропалық, олар айтты, тіпті мына созылмалы аурудың өзіне обострение болады ғой, 8-ші күннен бастап төлейді екен. Мәссаған деп қалдым ғой. Сосын жаңа жұмыссыздық кездерінде сондай жағдайлар болған кезде жақсы екен. Шынымен де көп біраз сауатыңызды ашып жатсыз. Енді мына акциялар жөнінде кішкене оланда қалың орман. Тіпті МФЦ деген не термин екенін білмей жатырмын. Иә, инвестицияға бір сабақ аз болатын сияқты, иә. Өзімізде көбіктенуіміз керек сияқты. Иә, менде мысалы инвестиция темасына отдельно чисто 16 сағат курс бар, отдельно курс. Потому что мына жақта бір акцияның өзі менде 1,5 сағат. Ол қиын тема бұл. Бұл жақта фундаментальный анализ, статистический анализ. Айтып жатырмын ғой, бұлардың бәрін үйрену керек. Рынокты қалай анализ жасау керек, облигация мысалы. И сол сияқты мен вообще по страхованию хочу отдельный какой-то. Мен өзім страховой рынокты, қалай орысша айта берейінші, иә, агентство финансового надзорада, департамент страхового надзорада жұмыс істегенмін. Страховой компанияларды біз қадағалағанбыз. Мен международный опытты изучать еткенмін. Жаңағы әртүрлі страхованияның нелері бар ғой, жаңағы сукук, немене, религиозный түрлері. Соларды изучать еткенбіз. Канаданың опытын қадағаламыз, поэтому я могу уверенно вам сказать, страховые продукты у нас вообще не используются. Даже страховой продукттерді дұрыс қолдана білсеңіздер, мысалы шетелге шығады, иә, туристер. Менің таныстарым шыққан, страховка жасатпаған, ауырып қалды, ана жақта $500 ақшаларын тастап кетті. Страховка қымбат емес, бір күні $1 тұрады, шетелге шықсаңыздар. Бір аптаға шықсаңыздар $7-10 төлейсіз, зато сіз бір нәрсе болған жағдайда бүткіл ақшаңызды шығарып беретін нәрсе ғой, былай қарасаңыз. Пока біз ол жағын үйренбегенбіз, содан кейін реклама бірдеңе болса қорқамыз, алда кетеме, бүйтеме, сөйтеме деп. Мысалы үшін сол Nomad Life біздің Зайсанға енді келіп жатыр рекламамен. Содан көбі мән бермейді қой, сол бір мошенниктер болуы мүмкін, в общем. Ертең жоғалып кетсе қайтеміз, например, пенсионныйымызды аннуитетке ауыстыратын болса, оны кім төлеп береді деп. В общем, көбі қолын бір сілтеп жатыр. Наоборот, аннуитетная система деген жақсы. Ол жерде ай сайын сізді ақша жинауға, во-первых, итермелейді, иә? То есть сізде стимул болады ақша жинауға. Екіншіден, сіздің жиналған ақшаңызды компания инвестиционный инструментке салады. Ол жақта әр ақшаның, әрбір мақсаттың мандаты болады. Бүткіл ақша әлемде, мысалы, сіз бұл пенсионный ақшаның ақшасы ма, оны мандаты, значит, пенсияға жетті. Бұндай ақшаларды никогда акцияға салмайды. Пенсияға арналған акцияларды салатын инструменттер болады өзінің. Там уже цель сохранить деньги. Не заработать много денег, а сохранить деньги. Сол сияқты, наоборот, кто-то хочет... Вот мемлекеттік пенсионный фонд бар ғой, оларда доходность очень низкая. Почему когда-то закрыли все пенсионные фонды бөлек-бөлек отырған? Пенсионный ақшалардың бәрін қалай болса солай ұстап шашып тастаған ғой. Поэтому государство поняло, там, мыналар қалай болса шашады, дұрыс пенсия келмеді ғой. Сосын мемлекет қайтадан өзіне алып алды. Бірақ мемлекет қайтадан өзіне алып алған соң, бірақ жер управлять еткен ол болмайды. Потому что мемлекет потом халықтың пенсиясына жауапты болады. Сол үшін қазір енді аннуитетный системаны шығарып жатыр.
Бұл негізі рыноктық дұрыс. Сіздер қазір көресіздер, осы поколение әлі жеткен жоқ, ол поколение, пенсия алмай қалатын поколение. Қазір неге мемлекет бәріне былай пенсионный ақшаларын беріп тастады? Чтобы адамдарға өздеріне жауапкершілікті жүктеу үшін. Ол ақшаны не үшін берді? Үй алда, пенсионный возрастында там өз-өзіңді обеспечивать етеді, иә? Енді қазір аннуитетный системаны страховой компаниялар қысып жатыр, аннуитетный системаны жүргізіңдер деп. Ол дұрыс система. Негізі пенсионный системаға сол аннуитет арқылы келу керек. Неге? Өйткені сізбен бір нәрсе бола қалған жағдайда барлық инструменттер предусмотрены. Ай сайын ақша жинауға міндеттейді сізді. Сіз вот своевольно емес, егер ақша жинамай қалсаңыз, бермей қойсаңыз там 50 мың болуы мүмкін, көп емес суммалары. 70 мың болуы мүмкін. Міндеттейді, зато ол ақша сізде бір жағынан айналады, екінші жағынан өміріңіз сақтанады. Мысалы, сізде қатерлі бір ауыр болатын болса, жазылмайтын, да, летальный исход қалып келетін. Сізге балаларыңызға возмещать етіп береді. Это невероятно классный инструмент. Енді Қазақстанға, я даже радуюсь, что қазір Қазақстанға сол инструменттерді кіргізіп жатыр. Просто надо понимать, здесь, когда рынок это дает, надо повышать финансовую грамотность, надо уметь различать, что хорошо для вас от того, что плохо. Вообще, үш аяғы бар. Вообще измеряется вот финансовая грамотность 3 инструментами. Первое – это грамотное использование кредита. Второе – правильная инвестиция денег. Третье – это страховой продукт. Үш столдың үш аяғы деген ол түсінік бар. Сол үш нәрседен тұрады. Үшеуін біріктіріп дұрыс қолдана білген кезде сізде, вот мен сестрам жаңа сабақ болып жатқанда жазып қоймайды, потоп жасаған, Индияға кетіп қалған, үстіндегі көршілер потоп жасаған. Быт-шыт болып тұр мына жағың бәрі. Я? Үстіндегі көрші могла бы застраховать свою квартиру. Енді анаған ремонт жасау үйіне келсе, быт-шыт болып кеткен ғой ананың стенасының бәрі. А квартиранттар тұрады екен. Егер ана үстіндегі квартиранттар жібермес бұрын оны страховка сатып алса определенный суммаға, менің сестрама қазір үйін жасап, коридоры, ваннасы, кухнясы быт-шыт болып кеткен керек емес. Үйде болмаған. Ол Индияға кетіп қалған, да? Сол сияқты, егер страховка болса, мысалы, енді соттасқалы жатыр. Потому что анау айтады, біз емес дейді. Потому что своевременно акт жасалмаған. Осындай нәрселер бізде көп. Бұның бәрі біз егер қаржылай сауатты болсақ, бар инструментті қолдана білсек, көп шығын шығармай-ақ жасауға болады. Сол ғой, мақсаты страховой продукт пен инвестиционный банк үшеуі бірдей жұмыс істеу керек. Сол кезде ғана бізде эффективно болады бәрі. Менің мынау тема бар ғой, келесі темалар өте қиын. Мына тема. Бұл жерде біз есептеу жаңағы бағалы қағаздардың кішкене несін өтеміз. Бұны біз келесі тақырыпқа қалайық. Кешеде осы келесі тақырыпқа қалдырғанбыз. Мынаяққа уже свежий мозг керек та мына тақырыптарға. Біз келесі жолы осылардан бастайық, жақсы ма? Жақсы, түсінікті. А то слишком ақпарат қиын болса, бастарыңызға қабылданбай қалады информация. Все тогда. Жақсы, сау болыңыздар, онда келесі ертеңгі сабақта кездескенше, я? 10 минутқа ерте аяқтадық. Бізде ертең болады ғой енді, иә? Қазақ группасында. Жоқ, ертең ары күні. Біз просто Жұма. Мен бір нәрсе сұрайын дегем. Жексенбі күні соңғы сабақ қой бізде, қазақ тобында. Бір нәрсе орындауымыз керек па? Ең соңғы күннен кейін де бола ма бір тапсырмалар? Өйткені нені қарасам,